Біздің сағатымыздың аты Smart Bracelet құрылғысы. Бұл қарапайым сағаттың функцияларын орындайды және де кішкентай қолданушы, яғни бала қауіп-қатер төнген кезде оның геолокациясын және де оның денсаулық көрсеткіштерін ата-аналарға және де бекітілген нөмірлерге жіберетін болады. Осы арқылы оның қауіп-қатерге тап болған кездегі соңғы нүктесін және де оның ахуалын біле аламыз. Ең біріншісі бұл экономикалық тиімділігі деп айта аламыз. Құрылғының барлығын толықтай жасау үшін 9000 теңге кеткен болатын. Және де осы бағаға біз қолданушының температурасын және де асып кетсе, оның ата-анасына хабарлама жіберетін боламыз. Сонымен қатар бізде телефонға арнайы бағдарлама бар. Осы бағдарлама арқылы сағат пен бағдарлама арқылы қолданушының геолокациясын көрсетеді және де оның барғысы келетін нүктелерге ең ыңғайлы жолды көрсетеді. Және де осы қолданушы, яғни кішкентай бала қиындыққа тап болған кезде арнайы кнопкаларды басу арқылы оның ата-анасына хабарлама жібере алады, немесе қоңырау шала алады. Оның тек ата-анасына емес, басқа да нөмірлерді бекітіп, өзі әртүрлі жағдайда әртүрлі нөмірге звондайтын функциялары да бар. Бұл жоба екі экологиялық мәселені шешеді. Біріншісі бұл егістіктің арамшөппен ластануы, және екіншісі бұл бізде пластикалық, яғни ластану, бүкіл әлемнің пластикалық өнімдермен ластану проблемасын бір өнім арқылы біз шешуді ұсынамыз. Себебі біздің биополимеріміз бұл 3 жыл арасында еріп кетеді, яғни толық. Қарапайым ортада. Жобаның өзектілігі қазіргі таңда пластикалық ластану проблемасын шешу қазіргі таңда ең өзекті проблемалардың бірі болып табылады. Екіншісі ол егістіктің арамшөптердің зиянының кесірінен азаюының және де жылдардан өсімдіктердің егістіктің санының азаюының проблемасын шешуі. Және сондай-ақ біз жобамызда автоматизация процесін қолға алған болатынбыз, және яғни жобамызды массалық ортаға шығару үшін. Жаппай нарыққа шығару үшін. Бұл біздің жасаған пакеттеріміздің басқа пакеттерден айырмашылығы, біз құрам ретінде арамшөпті алуымыз, және де пакеттің қоршаған ортада тез ыдырап кетуі. Жалпы пакетіміз бұл бізде бақша қалуыны деген арамшөппен жасалған болатын. Бұл яғни кең таралған арамшөп болып табылады.